Біздің жер шарымыз талантты адамдарға толы. Біреулері ән айтса, біреулері спортпен айналысады. Ал кейбіреулері өз жұмыстарын атқаратындары соншалықты, олай барлық адамдар жасай бере алмайды. Сәлем әлем, Саяхат YouTube арнасына қош келдіңіздер. Қазір мен сендерге әлемдегі ең жылдам жұмыскерлерді көрсетемін. Әзірге лайктарыңызды басай беріңіздер. Егер сіз итальянды асты жақсы көретін болсаңыздар, әсіресе пицца, онда осы адамға қараңыздар. Осы аспаз пиццаны өте тез пісіре алады. 40 секундта ол 3 пицца жасай алады. Ал қарапайым адам болса, бұл уақытта тек қамырды домалатуды бастап жатады. Экстремалды аспаздыққа қалай қарайсыздар? Ондай жағдай сіздің өміріңізде болды ма? Мысалы, ас үйге кіріп қалғанда анаңыз жабық көзбен бірдеңені кесіп тұрса. Мысалы, осы ағайға қараңыздар. Ол өте тез және оңаймен пиязды жабық көзімен турайды. Мүмкін ол өз көздерін ашытып жас ақпасын деп байлайтын шығар. Кейбір жемістер тазалауға оңаймен берілмейді. Әсіресе ананас. Оның ортасына жету үшін бірталай күш пен уақыт керек. Бірақ сіз осы ағайға қараңыздар. Ол үшін ананас тазалау еш қиын емес. Нағыз жеміс ниндзясы десек те болады. Әрине, күн сайын, күн бойы, ұзақ жылдар бойы бір затпен айналыссаң, осындай деңгейге жетуге болады. Осымен күн көріп жатыр ғой. Осы видеода кәдімгі бір топ бригада жұмыс істеп тұр. Олар цементті бірігіп жоғарға көтеріп тұрған жайлары бар. Олар тәртіпке салынған механизм сияқты жұмыстарын атқарып тұр. Осы бір бригадада бір-бірдей мақсат бар. Егер арасынан бір адам бөгеліп қалса, механизмінің бәрі де бұзылады. Егер сіз мыңдаған адамдарды шақырып, сауық кеш ұйымдастыратын болсаңыздар, осы адамды шақырыңыз. Оған қарай көріңіз. Ол өте жылдамдықпен шөлмектердің қақпақтарын ашады. Оған тек қорап әкеліп тұруға үлгерсең болды. Жылдамырақ жұмысты бітіріп, үйге тарап кету деген жағдайлар сізге таныс па? Осы жігіт тап осындай жағдай сияқты ғой. Ол мейрамханада жұмысын бітіруге асығып тұр. Және ол өте жылдам үстелді жинап тастаған. Оның беті мейрамхананың жарында ай жұмыскері ретінде ілініп тұрғанына мен сенімдімін. Темекі шегу адам ағзасына қауіпті әрі жаман. Бірақ осыған қарамастан адамдар темекіні шеге береді. Ал осы жігіт болсашы, осы сұранысты қанағаттандырады. Қарай көріңіз, қандай жылдамдықпен ол темекіні жинайды. Темекіге сұраныс өте көп сияқты ғой, үлгермей жатқандай. Осындай қызық әрі түсініксіз жеміс жидек біздің жақта өспейді де әрі танымал емес. Бұл артишок деген жеміс. Және оны тазалау ананастан да қиынырақ. Ал осы жігіт оның қабыршағын өте жылдам тазалап, жейтін жеріне оңаймен жететін екен. Бір жерде жинастыру әрекеті барлық адамдарға ұнай бермейді, бірақ осы жігітке емес. Ол терезені айналма қимылдармен жуады, және жумай кеткен бос жерлерді қалдырмайды. Әбден үйреніп қалған сияқты ғой. Құлағына құлаққап киіп алып музыканы қосса тіпті керемет. Солаймен билеуге де болады. Сабын жасайтын фабрикада қымбат роботтармен сабын жинағанша, осындай кішкене бөлмеде осы екі адамды отырғызып қойсаң жеткілікті. Олар сабынды өте жылдам әрі сапалы етіп қаптап жинап тастайды. Сендерге осы видео ұнағанына сенімдімін. Осы видеоның басында лайк басып жібердіңіз. Ал енді арнама жазылмаған болсаңыздар, жазылып кетіңіздер. Болды, қош болыңыздар.